жалпы әншілікті бір қаражат көзі ретінде ме, жеке немесе өзінің бір дамуын, жеке махаббат ретінде қарайсың ба? Дұрыс айтасыз, бұл жерде Саят Медеуов ағам айтқан, ескі ән айт, болмаса есті ән айт дейді. Қазір есті де ән айтпайды қазіргі. Енді өзім құрдастарым, замандастарым, артынан келе жатқан інілеріме айтарым, қызығып ақша үшін жаңағы жеңіл желпі ән жазып бір билетіп кетсем, менің енді көзқарасым мүмкін олардікі де дұрыс шығар, бірақ менің өзім енді пікірім, ойым, жеңіл желпі ән жазып, еңбектенбей, кім болса соның әнін айта сап, ой мынау хит болады екен, мынаны айтып мен орындап жағдайым жасап аламын, болмаса тез атақты болып кетем деген енді менің ойымша өте бір дұрыс емес түсінік деп ойлаймын. Ол енді біреудің еңбегін, например, бір кісі үй салса, соның үйіне барып рұқсатсыз тұрып алмайсыз ғой, или тартып алмайсыз. Еңбектеніп салу керек та ол нәрсені. Ән де солай. Нұрлан Еспанов ағаның подкасттарын, сұхбаттарын көп тыңдаймын, ол кісі де күйініп кетеді, жаңағы композитор ғой. Келсеңдерші дейді, әншілерге келсеңдерші, бізден ән алсаңдаршы, біз жазамыз ғой дейді. Ұрлай бермей, жан жақтан айта бермей. Сол сияқты еңбектену керек. Еңбек мейлі 20 жыл, 30 жыл, 15 жыл, 10 жыл қиналасың, жарайды. Бірақ адал еңбегімен Аллах тағала өзі әрекет етсең, соған берекесін береді.